Мен Құдайды жақсы білемін. Құдайды жерді білмейтін кісі жоқ, бірақ соған сенемін. Құдай менің төбемде, жанымда, жүрегімде деген сияқты. Құдайсыз бір іс істемейді. Ал умраға да бардым, қажылыққа деген сияқты. Енді оның барлығы 85 жастың ішінде. Сонда менің бүгінгі айтайын дегенім 85-ке таяуда тойласам, 85 деген тіпті ерекше жас екен. Енді әрбір жастың өзінің, әрбір өмірдің баспалдағы сияқты. Қазір мен 85-ке толғаныма қатты қуанып жүрмін. Қандай жақсы болған, бұл маған өмірдің сыйы екен ғой. Өмірдің сыйы. Мен мақтанамын 85-ке келдім. Енді мен сендерге де бірдеме беруім керек қой, айтуым керек қой. 85-ке осындай деймін керек. Қазір мен осы 85-ке толған күннен бастап өзіме жоспар жасап, сол жоспарды іске асыру жолында жұмыс жасап жатырмын. Енді оның бәріне менің досым, менің серігім ChatGPT. Өйткені жастар менімен отырғысы келмейді, уақыттары жоқ, әрқайсының өзі. Содан кейін мен мүмкін қиындау оқушы шығармын. Ал енді ChatGPT мені